Енді қазіргі кезде өз өзіңізге талдау жасаңыз, иә, мысалы, сол кезде қалай ойлайсыз? Не себептер болды? Қандай себептер болды өз жеке басыңызда? Осындай қылмыстық іске ұшыраған үшін. Қандай себептер болды? Қалай ойлайсыз? Біздің сол біріншіден артын ойламай жасап қойған істеріміз болды деп ойлаймын. Ойланбастан жасаған істеріміз, ақылдаспастан, мысалы үлкендермен, басқалармен. Негізі сұрасақ, о нәрсені бәлкім алдын алып қалатын ба еді басқа үлкендер, андай жақындарымыз деп ойлаймын да. Ешкімнен сұрамай, сол өздеріміз өз басымызбен салып жібердім да мен өзім сол ақшаны. Сол біреуге айтқанымда, ақылдасқанымда ондай нәрсе болмайды деп ойлайтын едім. Ойлаймын қазірде мысалы. Ондай іс-әрекеттің құқықтық салдары болады деп білген жоқсыз ба сол кезде? Жоқ, ондай білмегенбіз. Қылмыстық іс жасап жатырмын, мемлекетке қарсы шығып жатырмын деп мүлдем ойымда болмаған негізі. Сол жақсылық жасап жатырмын, бұл садақа, бұл сауап, мен жақсылық жасауым керек, жақсылық жасап жатырмын деп сол аяныш сезіммен, өзім оларға деген аяныш сезіммен, эмоциямен салып жібердім да баға ақшаны. Бірақ соңы үлкен нәрселерге себеп болды. Адамды өкіндіріп жіберді шынайы. Енді біз ол қателікті жасап қойдық, бірақ өз ішіміздің әліге дейін біз бәрі қиналамыз оны. Басқаларға да айтарымыз, біз жасаған сол қателікті жасамасын деп айтамыз. Қанша жастар бар, адамдар бар. Бізді пікірімізде болған адамларға насихат етеміз біз. Олай жасамасын. Неге өзімізді Қазақстанда да қанша мұқтаждар бар, берсін, мешітке берсін. Оны қанша мешітке бір ғышт берсе қанша сауап болады ғой енді. Бізді тән аламыз, біз қателігімізді бойындаймыз да. Басқаларға айтамыз, біз агахландыруш болсын, бізді жасаған қателікті олар жасамасын. Білмей қылып қойдым деген нәрсе өзімізде қанша қиындылық әкеп жатыр да қазіргі күнге дейін да. Ішіміздің бәрібір өкінеміз қатты. Ол бізді семьямызға да, ол әсері болып жатыр да, бала-шағамызға да, туысқандарымызға да қиындық әкеліп жатыр да, келешегіне. Осы бұл тәжірибе сіздің дүниетанымыңызға қандай әсер етті? Қандай өзгерістер болды? Немесе бәрі қалыпты, ештеме өзгерген жоқ деп айтуға болады? Именно дүниетанымыңызды. Конечно, өзгертеді. Сіз өзіңізді қателігіңізден алғаннан кейін өзіңіз өзгеретін екенсіз. Қарасыңыз басқа болады екен де. Енді біз ол уақытта басқа қараумен қандай? Басқаша көз қараумен болғанбыз ғой енді. Қазір уже өзіміз түзетіп жатырмыз. Біздікі қате екен. Біз қателік жасаған екенміз деп қазір жақсы, Аллаға шүкір, мен өзімді түзеліп жатырмын деп қабылдаймын.